Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында мороженое жасайтын боламыз. Екі ағзат керек болады біз үшін. Өте дәмді, дәмі ерекше болып шығады. Ол үшін ең алдымен 200 мг сүтімізді құямыз. Мен осындай бокал, бір бокал шықты менде. Және осындай кез келген магазиндерде сатылатын мороженое. Осының 400 мг алып қосасыздар. Сонымен 200 мг сүтке 400 мг мороженое ұнтағы. Сөйтіп жақсылап миксерлейміз. Міне мороженойымыз дайын болды. Енді формамызға құйып, морозильникке саламыз. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ас болсын.